Сәлем балақайлар, мен сендердің Гүлнар апайларың боламын. Бүгін біз үй жағдайындағы құралдармен ойналатын ойындарды Алинор екеуміз көрсететін боламыз. Сәлем балақайлар. Біздің алғашқы ойынымыз сегізаяқ деп аталады. Оған керек құрал кәдімгі шелек. Оған мынандай түрлі түсті үйдегі бар лентаны болмаса матаны қырқып орауға болады. Сегізаяққа ұқсатып көзінде жасауға болады. Ал енді ойынның шартымен түсіндіріп жіберейін балалар. Сегізаяқтың қарны қатты ашып қалды. Енді сені ұстап алмақшы деп баламен қуыспақ ойнаймыз. Ал егер ұстай алмай қалған жағдайда ойыншықтарды лақтырып, шелекке түсіріп ойнаймыз. Қозғалу бала миының дамуына тікелей әсер ететін фактор болғандықтан, бұл ойында жүгіру мен лақтыру арқылы жүрек қан тамыры мен тыныс алу мүшелеріне әсер ете отырып, жылдамдыққа, дәлдікке үйретеміз. Келесі ойынымыз кім жылдам деп аталады. Керекті құралдарымыз түрлі ойыншықтар мен аяқ киімдер. Шарты бөлменің қарсы жағына әртүрлі ойыншықтар қойылады. Ойыншыққа дейін тура жолмен еңбектеп барып, ойыншықты алып, кедергілер арқылы жүгіріп келіп, себетке жинаймыз. Ірі моториканы дамытуға бағытталған жаттығулар бұлшықеттер мен дене буындарын нығайтады. Бұл ойында біз еңбектеуге және кедергілер арасымен жүгіруге үйретеміз. Келесі ойынымыз көңілді секіру ойыны. Керекті құралдарымыз газет болмаса ақ қағаз. Бұл ойында ақ қағаздан қағазға қосаяқтап секіріп, қағазды ауыстыра отырып межеге жетуіміз керек. Физикалық дамуы менен төзімділікті арттыру үшін қажетті дағдыларының бірі қосаяқпен секіруге үйретеміз. Үйде осы ойындарды күнделікті ойнап жүрейік балақайлар. Шынықсаң шымыр боласыңдар, дендерің сау болсын.